Армысыздар, құрметті тыңдаушылар. Бүгін біз мынау қазақтың тілі туралы айтайық деп отырмыз. Өйткені комментарийлерде байқап отырмын, қайта біреу жаңағы адамзаттың алғашқы тілі қазақтың тілі емес деп жазады жаңағы. Ол былай мәселе былай ғой. Қазір біз міне тарихының докторы, профессор өткенде айтқан Мұхтархан Оразбай ағамыз екеуміз қазақ тілі сақтаған тарихи тамырлар атты кітап бастырып жатырмыз. Қазір оны ағылшын, орыс, қытай, неміс тілдеріне аудармашылармен жұмыс жасап жатырмыз. Басты тараулары жазылған, яғни 2 тарау болады. Мұхтархан Оразбайдың қазақ тілі сақтаған тарихи тамырлар атты мақаласы мен менің Ұлы Тұранның ұлы тілі деген мақалам екеуі кіріп, брошюра сияқты жаңа кітапша болып шығады. Ол енді айту керек түгелдей мына менің Земля обетованный 3 қиянатты кітаптағы жазылған деректердің өте қысқаша нұсқасы. Ал енді алғы сөз ретінде бірінші мақаласы, бірінші тарау ретінде сол Мұхтархан Оразбай ағамыздың жаңағы мақаласы берілген. Яғни соны оқып барып, ананы оқысаңыздар сіздерге түсінікті болады. Ол жерде тарихшы ретінде, Қытай танушы ретінде, өзі мына сол мақаласында жазып отырғандай өмірін жаңа Қытай деректерін зерттеуге жұмсаған ғалым ретінде ол кісі жаңағы көп мәселелерді қамтып отыр. Яғни сіз осы кітаптардан бұрынғы бізді алдап жүрген жаңағы сандырақтардан арыласыздар. Яғни кәдімгі ежелгі скиф және сақ дегендердің кәдімгі қазақтар екенін, және де қазақ деген сөздің проформасында сол жаңағы қай сақ бекен, хас сақ бекен, жаңағы Жанат Бақыт айтқан, не болмаса хас ақ бекен, осы 3 нұсқаны түсінетін боласыздар. Ал енді сақ дегеніміз парсы тілінде саға дейді. Бірден айта кету керек, қазақ тілінде ешқандай да парсизмдер жоқ. Қайта парсы тілінде көп сөздер біздің тілден. Сонда саға деген, олар саға дейді, ол саға деген сөз, яғни Сарыбелдің сағасы деп, сол Ферғана аңғарын айтқаны. Ферғана аңғарына қатысты Мұхтархан Оразбай батыс өңірі деп, оған да о жөнінде де дерек береді. Сол сағадан сақ этноним пайда болған. Кейін біз мына мифолингвистикалық зерттеудің негізінде айтып отырмыз. Мысалы, славяндарды сақлап дейді, арабтар. Ол сақлы оба деген сөз. Сақлы деген сақтан сағалау жер дейді. Және де біз мынау міне Досанов деген адайлар маған, адай ағайындар осы Қайрат бауырымыз ғана түсінеді деп Тайна Руники деген жаңағы кітапты беріп жіберген. Осы жердегі Досанов жарықтықтың көрсеткен деректерінде бұлардың да сол заманда ұстап жүргендері үшбұрыш тұмар таңба екен. Яғни бұл жердің адамзаттың шыққан жер екенін, адам ата мен Хауа анамыздың жаратылған жер екенін көптеген дәлелдерін осы кітабымыздан түсінетін боларсыздар. Бұл жерде өте қызықты деректер бар. Сондықтан айта кету керек, біз бұрында мен үнемі егер менің лекцияларымызды тыңдасаңыздар, мен түрік тілі демеймін, қазақ тілі деп айтамын. Қыпшақ тілі деп айтамын. Мұхтархан Оразбай айтқандай, қыпшақ дегеніміз, башқұрт тілінде қыпсақ дейді, әзербайжандар қыпсақ дейді, ол қапсақ, қап тауының сақтары деген сөз. Яғни қазақ деген сөз. Көрдіңіздер? Сондықтан осыны білетін мына Ресейдің лингвисті Дмитрий Петров, тарихының докторы, Кыпчаки, они есть казахи деп айтатын. Сондықтан міне осы деректерде жаңағы Мұхтархан Оразбайдың берген дерегінде бұрын соңды жария көрілмеген, мысалы жаңағы шежіре деректері бар. Солардың бірін мысалы айтатын болсақ, міне бұл шежіреде Зұрманнан Ақшолпан мен Қурай деген 2 бала туады. Ақшолпаннан Қытай мен Қырғыз туады, Құрайдан Аламан, Аламаннан Алаш туады. Алаштан қазақ екенін білесіздер. Бұл жерде Құрай деген сөздің мағынасын, Зұрман деген атаудың мағынасын бәрін түсіндіруге болады. Ал Қытай деп бұл жерде Қарақытай айтылып тұр, Кидандар. Сондықтан бұл жерде енді Ақшолпаннан
тарап тұрғаны қырғыздардың, қыздан тарап тұрғаны білініп тұр. Бұлар өздері ұмытқан сарматтар екен. Қырғыздар бізді баяғы қазақ қырғыздан жаралды деп жаңағы өздерінің шовинистер айтқаны болмаса, олар өздерінің тарихын білмейді. Олардың тарихын біз айтып отырмыз. Мына наймандар қазір өздерінше жерден 7 қоян тапқандай бір қырғыздың найманын жаңа Алматыға шақырып, Семейге шақырып дүркіреп жүр екен. Ол сол қырғыз өзі жаңағы найманы сол қырғыздың қандай халық екенін білмейді. Бұл жерден біз бәрін айтып тұрмыз. Осы кітаптан қырғыз бен қазақтың кім екенін түсінетін боласыз. Ал енді менің үш қиян кітабымда неге түбінде бір халық болған қырғыз бен қазақ неге екі айырылып кеткені ол жерде айтылған. Ол алдындағы мына Бюфонның айтқандағысындай жаттың шабуылынан болған әңгіме. Осымен қатар мына осы кітапта мысалы тамалар жөнінде, тама мен тоғас деген ата бар Байжігітте, сол хан тоғас дейді. Сол тама мен тоғастың бір екені, және де 2000 жыл бұрын тоғастар тама аталып жүргені осы кітапта айтылады. Көрдіңіздер ме? Оның да тоғас деген сөздің мағынасын түсінуге болады. Ол тоқ және ас деген екі сөзді тұрды. Ас дегеніміз патша құдай, тоқ дегеніміз жаңа өткенде айтқандай аспаннан түсіп қара жерге қағылып кеткен тасты айтады. Оны Серікбол Қондыбайдың еңбегінен біле жатарсыздар. Міне Массагет дегендер кімдер, Исседон дегендер кімдер, Тегірек Хауды дегендер кімдер, оның бәрі қазақтың сөздері екенін Мұхтархан Оразбай өте оғынықты түсіндіріп отыр. Тарих ғылымының докторы ретінде, шежіре танушы ретінде, Қытай танушы ретінде, және де бұл кісі өткенде айтқандай мынау мықты Қытай танушы Зуевпен жақсы араласқан, сол кісімен бірге еңбектерді талқыласқан адам болады. Міне құрметті оқырман, ал енді менің кітабымды сұрап жатқандар айтайын. Үш қиянның қазір біз қайтадан біраз осы Мұхтархан Оразбайдың берген деректерін сол жерге қосып, Қытай деректерінен тақырыпты одан сайын ашып, сондықтан одан кейін бұл кітапты міндетті түрде ағылшын және түрік тілдеріне аударып қайта бастыратын боламыз. Сол кезде біз тағы да жария ететін боламыз. Сондықтан құрметті тыңдаушылар, мынау кітапты жарық көргеннен кейін біз көп тиражбен шығаруға тырысамыз. Сол жаңағы Ақтау, Атырауға жөнелтеміз. Менің кітабымды жөнелткенде Алматы мен Астана, Өскемен, Семей, Қызылорда жақта өзіміздің жаңағы өкілдерімізге жөнелтетін боламыз. Сол осы Facebook арқылы, осы YouTube каналы арқылы кімнен ол кітапты алатынын білетін боласыздар. 10 миллион қазақтың үйінде 10 миллион кітап тұрса да, қазаққа бұл кітап артық болмас. Басқалар соқтық басын деп жаңағы, ой, мына Қайрат Зарықпанның жаңағы ғылым атағы да жоқ, тіпті дипломы да жоқ дегенде өсек айтады екен. Сондықтан міне Мұхтархан Оразбаймен бірігіп осы кітапты бастырып отырмыз. Басындағы тақырыбы Ұлы Тұранның ұлы тілі деген кітап болу керек еді. Алайда менің көмекшілерім бірі Жетірудағы тамадан шыққан мықты шежіреші, фольклоршы, лингвист Бақытжан Рәштің жаңағы ұсынысы бойынша осы Мұхтархан Оразбайдың мақаласының аты барлық біздің тақырыпты ашып тұр. Яғни қазақ тілі сақтаған тарихи тамырлар. Яғни қазақ тілінің әлімсақтан бері айтылып келе жатқанын айтып отырмыз. Және де анау жаңағы қазақ тілі ең алғашқы тіл болмаған деген бір жаңағы ғалым сымақ па, кім өзі бұл? Соны айтып отыратын айтайын. Оны біз әлемдік ғалымға, сол Гарвардта, Кембриджде дәлелдейтін боламыз. Түгел сөздің түбі бір, түп атасы майқы би деген сөз әлемдегі барлық сөздердің атасы қазақтың тілі екенін айтамыз. Және майқы би дегеніміз ол ешқандай Шыңғыс ханның заманындағы тарихи тұлға емес, оның ешқандай дерегі жоқ, тек қана шежірелік дерек. Шежірені өздеріңіз білесіздер, ол көбінесе аңыздарға тіреледі. Майқы би дегеніміз ол өте ертеде өмір сүрген адам, 12 000 жыл бұрын шамамен. Және де майқы бидің көптеген атаулары бар, соны сол кітаптан біле жатарсыздар. Бұл майқұба деген сөз кейін майқы би болып бұрмаланып кеткен. Және де осы түгел сөздің түбі бір, түп атасы майқы би деген мақал сол біздің Ферғана аңғарынан кетіп, бізбен қандастарымыз жаңағы Америкадағы үндістердің өздерінің құрамында қазір Адай, Үйсін, Қаңлы деген тайпалары бар олардың.
міне солардың индейский библия дейді, үнділердің библиясы, үнділердің тәураты аталған Попол Vuh атты кітабында сол жердегі Ферған аңғарында тілдің пайда болғанын айтып, соны орысшасына аударғанда они были отцами и матерями всех слов деп айтады. Көрдіңіздер ме? Яғни олар барлық сөздердің аталары мен аналары дейді. Ал ол сөздің атасы тек қана қазақ болады. Міне құрметті ағайын, күтіңіздер кітаптың жария болуын, сонан кейін тағы да қосымша айтатын боламыз. Тыңдағандарыңызға рахмет. Сіздермен болған Қайрат Зарыпхан.